Сәлем қайырлы күн достар, бүгін сіздермен тауық аяқтарынан керемет қып-қызыл кітірлік болып шығатын чикен дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны жоғалтылмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Керекті ингредиенттерді осы видеоның төменгі жағына описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Осылай тауық аяқтарын жақсылап тазалап жуып алып, ыдысымызға салып, бір дана жұмыртқамызды жарып салып, үстінен паприка, қызыл бұрыш және кептірілген чесноктарымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне 2 ас қасық соевый соусымызды құйып, оны да жақсылап қолымыздың көмегімен жақсылап араластырып, барлық жеріне мариновкамыз тиюі керек. Дәл видеода көрсетілгендей етіп араластырып аласыздар. Достар, өз ойларыңызды, сіздер қалай мариновка жасайсыздар, сонымен комментарий бөліміне бөлісіп кетсеңіздер болады. Дәл осылай барлығын жақсылап араластырып, дайындап алғаннан соң үстінен 2-3 бокал суымызды құюымыз керек. Яғни осы тауық аяқтарына жауып тұратындай болу керек. 2 бокал суымыз жетті. Дәл осылай мариновкамыздың қақпағына жауып, холодильникке 2 сағатқа сіңуіне қойып қоямыз. Оған дейін біз аунатыға осылай ұнды массамызды дайындап аламыз. Ұнымыздың үстінен кукурузный крахмалымызды салып, оның үстінен қызыл бұрыш, паприкамызды және аздаған тұзымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырғанға, міне аунатқанға ұнымызды дайындап алдық. Енді жаңағы мариновкаға қойған тауық аяқтарын алып, осы ұнымызға жақсылап барлығын суын сырғатып аунатып алатын боламыз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп, ұнымызға тауық аяқтарын қойып, осылай видеода көрсетілгендей етіп, барлық жеріне бірдей ұнын тигізіп, осылайша аунатып аласыздар. Достар, менің каналыма кіріп көрсеңіздер болады. Өте көптеген үй жағдайда жасалатын оңай рецепттер, печенье, десерттердің және көптеген салат түрлерінің рецепттері өте көп. Міндетті түрде көріп, қарап жасап көріңіздер. Міне дәл осы видеода көрсетілгендей етіп ұнға аунатып алғаннан кейін, барлық ұнға аунатылған тауық аяқтарын дәл осылай сеткағымызға салып, суға салып, қайтадан жаңа мариновка жасаған суымызға бір осы видеода көрсетілгендей етіп салып, суыны қайтадан аунатып аламыз. Онан соң қайтадан тауық аяқтарын алып, жаңағы ұнымызға бір аунатып алып, қатты қызып тұрған емес, орташа көлемде қызып тұрған майымызға 10 минут шамасында пісіріп алатын боламыз, достар. Дәл видеода көрсетілгендей етіп, ұнымызға қайтадан аунатып алатын боламыз. Ұнға аунатып, онан кішкене қағып, міне дәл видеода көрсетілгендей етіп жасайсыздар. Барлығын осылай жасап, чикендерімізді алдын ала дайындап алатын боламыз. Барлық кафеде, фастфуд сататын кафелердің барлығында дәл осы әдіспен чикен және крылышки барлығын осы тәсілмен пісіретін болады. Міне дәл осылай ұнға барлығын аунатып алғаннан кейін, алдын ала орташа отта жаймен қызып тұрған майымызға чикендеріміздің бәрін бірме-бір сала отырып пісіріп алатын боламыз. Кемінде 10 минут 7 минут арасында қуырылуы керек, арасының барлығы таза пісу үшін. Міне дәл осылай сала отырып, қатты қыздырып салмаймыз, себебі қатты қыздырып салсақ сырты пісіп, іші піспей қалуы мүмкін, достар. Дәл осы видеода көрсетілгендей етіп, осылай майымызға жақсылап қуырып алатын боламыз. 7 минут пен 10 минут арасында қуырамыз. Міне керемет болып қызарып пісті. Мен арасын ашып түсіргенді видеоға түспей қалыпты. Рецепт ұнаған болса сақтап алыңыздар және парақшаға тіркеліп қойыңыздар.